Қазақ футболы бізде ешқашан дамымайды, егер де Дастан Сатпаев сияқты жас таланттар шықпаса. Ал жас таланттар шықпайды. Неге десеңіздер, біздің футболда ақшасы бар, байдың балаларын ғана алады. Ал олардың ақшасы болғаннан кейін оларда голод жоқ, олар на пофиг ойнайды да, жеңіле береді, қатты тренировка жасамайды. Ал бізде ауылда қаншама мықты футболист болам деп жүрген балалар бар. Оларды қазір кішкене ғана спонсировать етіп, кішкене ғана осылай мықты клубтарға салып жіберетін болсаң, ол жердің бәрін жарып шығады. Мысалы, Дастан Сатпаев бауырымыз тура солай қазір 16 жастағы әлемнің ең қымбат трансферларына кіреді. Достар, сол үшін де біз футболға байдың балаларының ақшасына қарап алмай, оның талантына, оның жанып тұрғанына қарап алайық. Өйткені Криштиану Роналду болсын, Лионель Месси болсын, олардың қалталарында дым болған жоқ, олардың арттарында дым болған жоқ. Оларда бір-ақ вариант болды. Осы футболды жарып шығу деген. Және олар жарып шықты. Ал байдың балаларында ондай вариант жоқ. Олардың спокойно футбол болмаса мен әкемнің ақшасына өмір сүре беремін дейді. Осы видеоны өзіңнің футболист достарыңа жіберіп қоюды ұмытпа. Егер де трейдингке қызығатын болсаң, комментарияға 570 сөзін қалдырып, 2,5 миллион теңгелік инвестиция